Енді үшінші жолы аястафида ма'рифата уюби нафсихи мин алсинати а'даих дейді. Өзінің айыбын, кемшілігін дұшпандарының тілінен білу дейді. Бағана біз айтып кеткенде, яғни сізді ұнатпайтын адам, мысалы, ашуланып кетсе, бірден сізге айтып тастады, сен андайсың, сен мынандайсың, сен мынандайсың деп. Сәл ашуландырып көріңіз, ол сізге бірден сіздің кім екеніңізді айтып береді. Неге? Өйткені оның көзі кемшілік іздеуші көз. Ол бір прокурор сияқты қарайды сізге. Ал жақсы дос, мысалы, бір адвокат сияқты, сізді қорғап алуға, үзір іздеуге тырысады. Бірақ енді анық айыпты көріп тұрса, әлбетте оны айтады, жасырмайды. Және төртінші жолы айюхалитан нас факуллама рааху мазмуман фима байнал халқ фаюталибу нафсаху бихи ва янсибуха илейх. Адамдармен араласып, адамдардың арасында жек көрініші болған нәрселерді көріп, жағымсыз нәрселерді көріп, кейін өзіне қарап, менде сол нәрсе бар ма жоқ па деп өзін түзетуге тырысу. Бір ғалымнан сұраған, әдепті қайдан үйрендің деп. Сонда ол кісі әдепсіздерден үйрендім деген. Мысалы, бір адамды көресің, жағымсыз тірлік істеп жатыр, жағымсыз сөздерді айтып жатыр. Сол кезде мына сөзді айту, мына нәрсені істеу осындай болып көрінеді екен ғой. Мен де өткенде ана жерде істеген едім ғой. Бұл оказывается, бұл сондай бір жағымсыз нәрсе екен ғой. Сіз істеп жатқан кезде ол байқалмайды. Өзіңізге байқалмайды. Ал бірақ біреу сол нәрсені істеген кезде сізге оның жаман екендігі байқалады. Сол үшін де адамдарға қарап, адамдардың арасында жек көрінішті, жаман көрінген нәрселердің бәрінен арылуға тырысу керек. Енді одан кейін жалпы бұл жерде төрт жолын айтыпты. Тағы бесінші жолы, енді ол басқа жерлерде де айтылып жатады, ол алдыңғылардың тарихын оқу, алдыңғылардың өмір баянын оқу, сахабалардың, пайғамбарымыздың, ізгі әулие кісілердің. Себебі олардың өмірі осы адамның ақлақын түзететін, адамды тәрбиелейтін ғибратты оқиғаларға, сондай бір жақсы әңгімелерге толы. Соларды оқып, мысалы, Умар радиаллаху анхудың әділдігін қараңыз, Әбу Бәкір радиаллаху анхудың жомарттығын қараңыз, Усман радиаллаху анхудың сондай бағанағы инабаттылығын қараңыз. Сахабалардың өмірінің барлығын қарайтын болсаңыз, олардың өмірлері сондай өзіңізді түзететін, ғибрат алатын оқиғаларға толы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның медресесін көрген сахабалар, олардың қолында тәрбие алған табииндер, атбаъ табииндер, басқа да үлкен имамдарымыз, солардың өмірлерін, өмір баяндарын оқу арқылы біз өзімізді түзете аламыз. Яғни адам өзін түзетемін десе, осылай түзетуі керек.